Сингапур қалайша әлемдік орталыққа айналды. 1820 жылдан 1963 жылға дейін Сингапур британдықтардың бақылауында болды. Бірақ тәуелсіздік алғаннан кейін көп ұзамай 1963 жылы Сингапур Малайзиямен бірікті. Алайда экономикалық келіспеушіліктерге байланысты ол Малайзиядан шығарылды. Бұған қоса Британия өзінің әскери базаларын жауып тастағандықтан Сингапурда экономикалық дағдарыс болды. Осыдан шығу үшін Сингапур өзінің ресурстарын қаржылық қызметтерге, биомедициналық қызметтерге және тұрақты технологияларға бағыттады. Бұл оны әлемдегі бизнесті қолдауға қолайлы елдердің біріне айналдырды. Сингапурдың барлық жетістіктеріне қарамастан, оның кейбір осалдықтары да бар. Мысалы, Малайзияның Джохор штатынан келетін импортталған тұщы суға тәуелділігі. Бұдан басқа, Сингапурда тек бір қоқыс полигоны бар. Ол өз аралында орналасқан және 2035 жылға қарай толып кетуі мүмкін. Ал Сингапур үшін ең үлкен қауіп теңіз деңгейінің көтерілуі. Қызықты фактілерді біліп, танымында арттырғың келсе,